Жұмысқа барып жылайын 5 күнде ма? Пиздец. Бүгін 21 февраль. Мен не шалбар киемін, сен жұмысқа джинсы киесің ба бүгін? Сен? Сен онда джинсыңды ал да маған ана ыстық шалбарды бершейші. Менде просто джинсы жоқ жұмысқа басайтын. Сен мына джинсың бар екен, бір джинсың. Не тұр ғой? Значит, не распоряд. Білмеймін, мынақта да бір джинсы тұр ғой. Жұмысқа басайтын джинсы ма ол? Онда атасы басқа қойшы, басқа затың бар ма? Бар. Не бар? Екі штука бар ғой. А? Екі штука ғой. Ой, біреу жап-жасыл жұқа ғой. Одан қатып өліп қаласың ғой. Мен бір күн бойы істейсің. Бүгін келесің бе уақыт. Барып киім алу керек еді кеше. Мен 1,5 сағат барамыз. Барып алып қуып жібермесін жұмыстан. Сен тілеп барайын деп тұрсың ғой. Бүгін жұмыс жоқ екен, сендер қайта беріңдер десе. Арсынан тұрып құшақты алайын деп тұрмын. Қазір звондай салайық та оған лучше. Котың қыш кетті ке. Жоқ, қойшы, құр барып алып қазір ема. Панжан деп қоймыз, ака Сожан екен ғой. Шын байламайсың ба? Аламау ғой, десіп жауы болмай жатшы. Бұл да алмайды дейсің отырып. Алмай жоқ, сауат болсын. 여보세요. 안녕하십니까, 소장님. 우리 지금 갔어요. 갈까요? 7시 반에 왔어요. 알았어. 예, 괜찮아요? 예. 나도요. Бұлдан жоқ. Жем ала беріңдер, ондай дейтін орнына, е? Так, таңғы сағат 6:30 біз жұмысқа. Таңғы сағат 5-те ұйқыдан тұрдық. Қазір сағат 6. Біз жұмысқа шығып бара жатырмыз. Неге жаман шаршап жатырмын, демалғым келіп жатыр. 3 апта болды демалыссыз жұмыс істеп жүргенімізге. Шаршап кеттік қой, өмірдің бәрі жұмыс болып кетті. Әзірше солай жұмыс болып тұрған кезде істеп алу керек. Өкінішке орай. Ата біздің бүкіл дүниеміз. Рабочий киім. Бір ауыз сөз айтып жүр. Таңғы сағат 5-те тұр. Ось. Не вам подвеска? Saat kaç? Tezірек бар әге. 7:40-та ма бірақ барамыз ғой қазір. Жетті. Atlasın nerlet? İyim var aslında. İdin ki çıkmaysın da. Sen bu? Biliyorsun kalay gitsin. Ya sen kun öte soğuk. Вообще настроение жоқ. Жұмыс істейтін. Қазір барып не алу керек. 1-2 булочка, сок. Тамақтанып алып жұмыс алса керек. Ой, алды. Анасы. Киініп, бәрін істеп, кофе алып, біреу маған сообщение жазып өліп жатыр. Хочу манты, я тоже хочу манты. Так, бүгін біздерде чонсу деген жұмыс. Мынаның ішінде мусорлар бар, песоктар. Соның бәрін тазалап, не бар, крыша бар, крышаның үстін тазалап. Цемент көтеріп тұру керек, әр үйге 10-10-нан болды, цемент жұмыс бітеді деп ойлаймыз.
қазір печат киіп алу керек. Қол деген қатық болды. Мынау контейнер. İçine инструменттер. Мәссаған суығын ай. Печаткада сұп-суық мұздай. Бүгін өте суық күн болайын деп жатқан сияқты. Қазір 1-2 сағат жұмыс істегеннен кейін күн жылып кетеді. Өзіміз де жылып кетеміз. Ештеңе етпес. Міне осындай мусор, мынаның бәрін тазалап, мынаның бәрін қырып, ағаштарды лақтырып, бәрін қырып, мешокқа салып, ана ішке лақтыру керек шетке қарай. Қазір Оксаннан бастайтын шығармыз. Бір осы бар, екінші этаж, бірінші этаж. Мына үйдің бірінші, екінші этажы. И Оксан. Болды, осы ғана жұмыс. И цемент көтеріп тастау керек шайнен. Болды. А чё? Не алып кет, тағы бір не бар, осылай күрек бар новый. Білмеймін, мына іште, сол жағынан сұрай сал. Сап Одиссо, Сего сап Одиссо деп. Оксаннан бастайық. Не істейміз шетінен бастап оны? Жаним! Оксан бұтты? Oksan bu. Ой, Оксан도 있어요. 형님, 옥산 붙다. Деп өтір күліп қойып, жұмысын істеп жүре бересің. Ой, Алла. Не, Оксан деген крыша деген сөз ғой. Крышадан бастау керек жұмысты. Крышадан бастап, бәрін тазалап, тезірек үйге қайту керек, бүгін бәрін бітіріп. Жақсы жұмыс істеу керек, ерішіме жұмыс істеу керек. Осына ерте үйге қайтарады. Бұл негізі сол жағының өзі жақсы адам. Қатты не істемейді, басын қатырмайды. Сондықтан жұмысты бастаймыз. Не жеватсың? Перекус. Чек! Перекус футбол чек! Мынау кофе ішіп отыр, ойбай! Қазақстанда ішпеген кофені осы Кореяға келіп ішіп жатсың ба? Ондай болып тұрады. Қазақстанда мінбеген машина Кореядан Ауди мініп жүрсің ба? Қанша миллион теңге алдың? 1,5 миллион ба? 1,5 миллион ғой? 1 миллион 200 мыңға Ауди A8 мінеді ма? Мәссаған. Кимің жаман-жаман ғой бақта сенің? Главное не внешность. А душа деп қойсы? Қой, жұмыс істейік. Ең басын көрсетпеппін ғой мен, Уали. Менің аяқ киімге қарсаңдаршы, ойбай. Красного дурака видно издалека дейді. Бұл жай кроссовка емес. Бұның басында мұнда темірі бар ғой. Басында темірі бар, аяғыңды защита етеді. Анау осы темірлерге, ағаштарға, бетон қорбасың, аяғың ауырмайды. Қазақстанда төбелес киесің бұны. Біреудің басына оңдыртпай тебесің бұлай ауызына. Шуақ! Бір ауызына бір тісі қалмайды. Бәрін қирап түсіресің. Қалды. Ал біз жұмыс істеп кеттік. Мына бала қалай сыпырады? Мә, саған тап. Мұндай талантыңмен сен не істеп жүрсің Кореяда? Акиматта сұратын жігіт қой оны. Не сол жаққа тығып атсың сен? Бағасың.
Бас дейді мынаң, бас қалай қатты дейді мына балаң, ойбай! Мынаның бәрін жинаймыз да осылай. Бай төгеміз. Мына баланың саусағы жаурап жүр. Оң қолың ана жаурап жүр ма? Біле. Сол балғамен алда ұрып жүр. Ана қан жүгіреді ғой. Сөйтіп жылайды. Түсінді ме? Біз бәрі мына жерге төгіп жатырмыз. Мына ортаға көрініп тұр ма, көрініп тұр ма, біздің сожана бастық осы үйге жатырмыз. Жасайық. Мына бала бойың қанша? 1.90, 1.91, менен ұзын. Мен 1.90. Мына бәрін қараңдаршы, қалай сыпырып қойды, ойбай, үйінде бүйтіп сыпырмайды шығар десе. Мынаның бәрін сыпырып қойды, қазір осының бәрін жинап. Асталақтан сонымен крыша бітеді бірінші үйдің. Бірінші үйдің несін бітіріп тастады, крышасын қазір екінші үйге секіру керек. Духың жете ма десе енді. Ойба, астахир. Погода деген ауа райы күрт өзгеріп кетті. Күн суып кетті, қар жауайын деп жатыр. Мәсаған, таңертең ғана жып-жылы жауса еді погода. Суып кетті ғой мәссаған. Ал біз болсақ, ең бастысы крышаны біттік, қар жауым дегенше. Енді қар жаумастан бұрын қазір ішін тазалап тастаймыз. Осының бәрін тазалап, мынаны бұзып, асталақтың ішін бәрін тазалау керек. Сонымен бір үйді бітіріп тастадық. Мына бітті, бірінші екінші этаж кірші. Ал жұмыс күні аяқталды. Бітті, енді үйге қайтамыз. Ал бітті, жұмыстың бітті қап. Қайт. Барын деген зорлап күтті ғой,
Жолда бөлгенде болса кіріп кет. Жеп алайық, Geçiyor mu? Kuancuk'a ne? Kaç kilometre? Kaç içeceğimiz iyiydi? 6,5'da bölüyorsunuz mu hani? Saat kaç çekeriz? 2 saat çekeriz. 2 saat olmayayım. 2 saat. Yok. Sen bazıları çok iyi diye ettin be. Sana somul balık mı ya? Zато tapta zok oldu ya. Koy, biz kettik.